Облыс жаңалықтары. Бүгін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында ұлт жоспары 100 нақты қадам 5 институттық реформасын жүзеге асыру мақсатында біздің міндет халыққа қызмет атты акция ұйымдастырылды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Көпшілікке белгілі ұлт жоспарының 13-ші қадамында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту міндеті көрсетілген. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментімен еліміздегі бірінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы медиа орталығы акциясында орталыққа келушілерге сауалнама жүргізіп, қоғам дертіне қарсы іс-қимыл туралы жаднамалар таратты. Көп жағдайда кездеседі, халық белгілі бір құжаттарын реттеп алу үшін оның реттілігін білмейді. Яғни қандай құжаттар қажет екен. Міне осы тұрғыда халыққа қызмет көрсету орталығының мамандарының кеңесімен қатар арнайы осындай сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету мақсатында өткізіліп жатқан акция ертеңгі күні өз нәтижесін береді деген сенімдеміз. Бұл халыққа қызмет көрсету орталығында аптаның қай күнінде барсаңда ине шаншыр жер болмайды. Осыны пайдаланған делдалдар жүргізу куәлігінен бастап түрлі күмәнді қызмет түрлерін ұсынады. Ал шараны ұйымдастырушылар олар халықтың құқықтық сауатсыздығын пайдаланып жүрген алаяқтар деген пікірде. Осы делдалдарға сеніп, тезірек шығарып береміз деп сеніп, ақшаларын беріп, сондайға ол делдалға жүгіне ме, жүгінбей ме, ол 2 сағаттың ішінде шығатын нәрсе. Соны көп автокөліктердің қожайындары дұрыс түсіне білмейді. Еліміздің қылмыстық кодексінің 368-ші бабына сәйкес пара алған адам ғана емес, пара беруші де, сондай-ақ парақорлыққа делдал болған адам да қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сол үшін ұйымдастырушылар мен белсенділер тұрғындарға сыбайлас жемқорлықтың зардаптары мен оның салдары туралы түсініктеме берді. Енді осындай іс-шаралар азаматтар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен дүниетанымды қалыптастыруға зор септігін тигізеді деген ойдамыз. Лаура Рысбек, Өміртай Ибрай, жаңалықтар қызметі.